Біздің бәріміз соңғы уақытта бірдей нәрсені сеземіз. Ол созылмалы шашаңқылық. Ұйқыдан көзіміз ашылғанмен, бірақ санамыз әлі тұманның ішінде сияқты. Жұмыс, оқу, тапсырмалар, чаттар, бұның барлығы бір сәтте энергиямызды сорып жатқандай. Осы біз неліктен үнемі шаршап жүреміз? Энергия қайда кетіп жатыр? Осы сәтте сені мына кофе құтқарады деп ойлайсың. Бірақ 5-ші кружка ішсең де ештеме өзгермейді. Шашаңқылық ешқайда жоғалмайды. Мен қатты шаршадым. Бірақ сонда да осы видеода созылмалы шашаңқылық туралы айтамын. Бүгін сен білесің... Шаршап тұрғаным соншалық осылай жатып айта берсем болатын шығар, я? Көрермендер, сендер өздеріңді соңғы уақытта шаршаңқы сезінсеңдер, осы видео тура сендерге арналады. Бүгін біз энергияның болмауының негізгі себептері мен созылмалы шаршаңқылықты жеңуге арналған кеңестер жайлы айтамыз. Бірақ әуелі видеоны бастамас бұрын лайк басып, біздің арнаға тіркеліп кетіңдер. Неге сен үнемі шаршап жүретініңнің бірнеше негізгі себептері бар. Біріншісі ол ұйқының жетіспеушілігі. Түнгі ұйқының қанық әрі тұрақты болмауы бәріне кінәлі десем болады. Себебі адам ұйқы арқылы ағзасын қалпына келтіреді. Ал ұйқы аз болса, дене толық демала алмайды. Нәтижесінде келесі күні энергия деңгейі төмендеп, зейін қою қабілеті де нашарлайды. Адамдарға тәулігіне шамамен 7-9 сағат сапалы ұйқы қажет деп саналады. Өкінішке орай, адамдар бұны сақтай бермейді. Сосын олардың күндіз өзін шаршаңқы сезініп жүруіне апарады. Шешімі ұйқы гигиенасын сақтау. Ең алдымен ұйқы тәртібін ретте. Күн сайын тұрақты бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оян. Түнгі ұйқының сапасын арттыру үшін ұйықтар алдында қандай да бір ритуал енгіз. Мысалы, жылы душ қабылдау, кітап оқу немесе медитация жасау. Ал керісінше смартфон, компьютер, теледидар сияқты экрандардан бойыңды аулақ ұста. Кемінде ұйқыға жатар алдында 30-60 минут бұрын электронды құрылғыларды өшір. Жатын бөлме мүмкіндігінше қараңғы және тыныш, салқын болуы керек. Сені шаршатып жүрген келесі топ себеп ол өзіңді басқалармен салыстыру. Сен бұны байқамауы мүмкін, бірақ өзіңді басқалармен салыстыру сенің қыруар энергияңды кетіріп жатыр. Қазіргі әлеуметтік желілер заманында басқа адамдармен жетістіктерін көріп, өз өмірімізді солармен салыстыру әдетке айналды. Мұндай үнемі салыстыру стресс фактор ретінде әсер етіп, адамның өз-өзіне деген көңіл толмауына, төмен бағалауына соқтырады. Зерттеушілердің айтуынша, әлеуметтік желідегі өзгенің өмірімен салыстыру эмоциялық тұрғыда қажу мен шаршауға алып келуі мүмкін. Яғни біреудің мінсіз өміріне қарап, өзіңізді кінәлау, энергияны тауысып, мотивацияны төмендетеді. Бұған қоса FOMO, яғни бір нәрседен құр қаламын деген қорқыныш та мазасыздық тудырып, психиканы шаршатады. Шешім бұл цифрлық детокс жасау. Яғни бұл уақытша желіден бас тарту. Егер өзіңізді басқалармен көп салыстырып, одан кейін көңіл күйіңіз түсіп, шаршап қалатыныңызды байқасаңыз, әлеуметтік желіде өткізетін уақытыңызды шектеп көріңіз. Өйткені уақытша желіден бас тарту немесе күнделікті экран уақытын қысқарту бұл басты сергітеді. Мысалы, ұйқы алдында телефонды бір жаққа қойып, орнына кітап оқу немесе тыныш әуен тыңдау арқылы демалған дұрыс. Және виртуалды өмірмен қатар нақты өмірді де жағымды сәттерге толтыру қажет. Ол үшін достарыңызбен бетпе-бет кездесіп, жанұяңызбен шүйіркелесіп, табиғатқа шығусынды күшті әдеттерді жасап тұруға болады. Сонда сіздің өмірлік энергияңыз артады. Үшінші, сіздің энергияңызды жеп жүрген нәрсе бұл перфекционизм, яғни мінсіздікке ұмтылу. Яғни өзіңізге шамадан тыс жоғары талап қою және әр істі мінсіз атқаруға тырысу бұл психологиялық тұрғыда өте ауыр жүк. Сол үшін перфекционизмі
бар адамдар көбіне өздеріне сын көзбен қарап, кемшіліктерін көтере алмайды. Ал үнемі өзіне жоғары талап қоятын, қатал қарайтын адам ол выгоранияға тез ұшырайды. Ал выгорание, яғни күйіп кету деп аталатын бұл құбылыс созылмалы стресстен туындайтын синдром. Оның негізгі белгілерінің бірі қатты эмоционалдық шаршау және мотивацияның құруы. Как раз осы перфекционизм адамдар үнемі уайымдаумен болады. Істі соңына дейін жеткізбей тынышталмайды. Қателессе өзін үнемі кінәлайды. Оның бәрі уақыт өте келе эмоционалды тұрғыда қажытып, физикалық әлсіздікке ұшыратады, яғни энергияны алып қояды. Выгоранияға түскіңіз келмесе, мінсіздікке ұмтылуды доғару қажет. Осы перфекционизмді қалай жеңуге болады? Әуелі оның сутын түсініп алу қажет. Психологтардың айтуынша перфекционизм ол балалық шақтағы жақсы болсам ғана мені мақтайды деген сеніммен туады. Яғни бұл қорғаныс механизмі. Алдымен осыны түсіну қажет, бұның өзі шағын жетістік болып есептеледі. Сондай-ақ мінсіз емес, достаточно хорошо, яғни жеткілікті тұрғыда жақсы деген принципті қолданыңыз. Миды қайтадан үйретуге болады. Сондықтан кез келген жұмысты бастағанда өзіңізден қалай мінсіз жасаймын емес, қалай жеткілікті, қалай достаточно хорошо жасаймын деп тұрсыңыз. Мінсіздіктің шегі жоқ, ал жеткілікті тұрғыда жақсы жасаймын деген принцип тоқтамауға және выгоранияға түспеуге көмектеседі. Және соңғы кеңес бұл нәтижеге емес, процеске фокус қою. Перфекционизмнің басты қателігі ол тек нәтижеге фокус қоюда. Бірақ мидың дофамин жүйесі нәтижеден гөрі процестен көбірек қуат алады. Сондықтан жақсы нәтиже жасауым керек демей, қазір 30 минут таза фокус қоям, 30 минут процеске мән берем деп ойлаған дұрысырақ. Көрермен, осы шығарылымнан кейін сен ұйқыңды қандырып, өзіңді басқалармен салыстыруды қойып, және мінсіз болуға ұмтылуды аздап болсын доғардың деген үміттемін. Расында адамның энергиясы бұл шексіз нәрсе емес. Бірақ оның ішінде таңғаларлық потенциал бар. Адам қаласа тауды да қопара алады. Бірақ ол үшін бір нәрсені үйрену керек. Ол энергияны дұрыс басқару. Қараш, ақша бұл сенің ресурсың, солай ма? Оны бақыламасаң, оның қайда кеткенін білмей қаласың. Энергияда тура сондай. Тек айырмашылығы, оны қайта табу қиынырақ болады. Сондықтан өз энергияңды бағала. Ол сенің өміріңнің ең құнды валютасының бірі. Әрине, лайк басқаның үшін көп рахмет. Сені келесі шығарылымда күтеміз.